Кезіндегі Opel Insignia'ның қозғалтышына алып, сол жерге турбина орнатып, GM бізге Ecotec қозғалтышын ұсынып отыр. 2 литрлік турбиналы 4 қатарлық орналасу, 1998 куб сантиметр жұмыс көлемі, 5300 айналым минут кезінде 253 аттың күшін береді. Айналым моментіне келетін болсақ, 2000 айналым минут кезінде 353 айналым моментін береді. Жалпы қозғалтқышқа тек қана i95 жанармайын құю керек боласыз. Заводтың көрсеткіші бойынша 3000 шақырымға дейін бұл қозғалтқыш сізге жүріп беретін болады, егерде майын әр 7000 сайын ауыстырып отыратын болсаңыз. Келесі кезекте Sonata'ның қозғалтышын туралы сіздерге толығырақ айтып берейік. Sonata'да бізде Smart Stream 2.5 MPI қозғалтышы орнатылған. Максималды қуаты 6000 айналым минут кезінде 180 аттың күшін береді. Максималды сәтке келетін болсақ, 4000 айналым минуты кезінде 232 айналым моментін береді. Өдеу уақыты 0-ден 100-ге дейін 9,2 секунд. Hyundai Sonata'ның мен және Malibu'ның қозғалтыштары туралы толық мәліметті